60 жастан асқан шақта адам ағзасында біртіндеп табиғи өзгерістер басталады. Бұрын ауыртпайтын буындар сыздайды. Таңертең тұрған кезде тіземен бел қозғалғанша біраз уақыт керек болады. Сүйек әлсірейді, бойдан күш азаяды. Иммунитет те бұрынғыдай мықты болмай қалады. Осындай кезеңде қымбат дәрі-дәрмекке жүгінбей-ақ, ата-бабамыздан қалған қарапайым, бірақ өте қуатты тағамдарға назар аудару маңызды. Сол тағамдардың бірі сүйек сорпасы. Бұл жай ғана ас емес, бұл табиғи тірі тағам. Бұрын үлкендеріміз сорпа іш, сүйегіне күш береді деп бекер айтпаған. Қазіргі медицинада сүйек сорпасының пайдасын біртіндеп мойындап отыр. Оның құрамында жастың ұлғаюымен азайып кететін коллаген, желатин, кальций, магний, фосфор және көптеген амин қышқылдар бар. Енді осы пайдалардың әрқайсысына жеке-жеке терең тоқталамыз. Алдымен бірінші пайдасынан бастайық. Бірінші пайдасы — сүйектерді қатайтып, сыну қаупін азайтады. 60 жастан асқан адамдарда ең үлкен қауіптің бірі сүйектің жұқаруы мен сынғыштығы. Мұны медицинада остеопороз деп атайды. Бұл жағдайда адам жеңіл құлап қалса да, жамбас сүйегі, білек немесе омыртқа оңай сынып кетуі мүмкін. Мұндай жарақаттан кейін қалпына келу өте ұзаққа созылады. Кейде адам бұрынғы жүріс-тұрысына мүлде қайта алмай қалады. Сүйек сорпасының басты артықшылығы оның құрамындағы табиғи минералдар. Сорпа ұзақ қайнаған кезде малдың сүйегіндегі кальций, фосфор, магний, калий сияқты элементтер суға толық өтеді. Бұл минералдар таблеткадағы синтетикалық кальцийге қарағанда ағзаға әлдеқайда жақсы сіңеді. Ең маңыздысы, сүйек сорпасында кальций дұрыс тепе-теңдікте болады. Көп адамдар кальций ішсе болды деп ойлайды, бірақ ол магнийсіз және фосфорсыз дұрыс сіңбейді. Ал сүйек сорпасында бұл элементтердің барлығы табиғи күйінде бір-бірін толықтырып тұрады. Тағы бір аса маңызды компонент — коллаген. Жас ұлғайған сайын ағза коллагенді аз өндіреді. Ал коллаген сүйек құрылымының серпінді әрі мықты болуына жауап береді. Сүйек сорпасын тұрақты ішкен адамдарда сүйек тек қатты ғана емес, сонымен бірге сынуға төзімді болады. Сонымен қатар сүйек сорпасы сүйек кемігінің жұмысын қолдайды. Ал сүйек кемігі қан жасушаларын өндіретін негізгі орталық. Демек, сорпа тек сүйекті емес, бүкіл қан айналым жүйесінде жанама түрде нығайтады. Қарт адамдарда жиі кездесетін тағы бір мәселе — арқаның еңкеюі, бойдың аласаруы. Бұл омыртқа сүйектерінің әлсіреуінен болады. Сүйек сорпасы омыртқаралық тіндердің қоректенуін жақсартып, омыртқаның беріктігін сақтауға көмектеседі. Қарапайым тілмен айтқанда, сүйек сорпасы 60 жастан асқан адам үшін табиғи қорған. Ол сүйекті іштен тамақтандырады, сыну қаупін азайтады және қозғалысты ұзақ жылдарға сақтауға көмектеседі. Осы видеоларда сіздің денсаулығыңыз үшін тегін шығарып жүрміз. Бізге ешкім ақша төлеп отырған жоқ. Бірақ бұл пайдалы контент тоқтап қалмасын десеңіз, бізді қолдаудың бір ғана жолы бар. Сол үшін сіздерді YouTube'тан ақша табуды үйрен деген курсыма шақырамыз. Бағасы бар болғаны 5 мың теңге. Бұл курста сізге 2 топқа толық доступ беріледі. Қазақша YouTube'ты және американдық YouTube'ты толық меңгеріп шығуға арналған топтар. Үйренесіз, өзіміз табыс табасыз, әрі біздің осындай пайдалы видеолардың жалғасуына үлес қосасыз. Байланысу сілтемесі төменде қалдырдық. Назарларыңызға рахмет. Екінші пайдасы — буындарды қалпына келтіріп, қозғалысты жеңілдетеді. 60 жастан асқан адамдардың басым көпшілігі бір мәселені айтады. Тізем сыздайды, белім қатып қалады, таңертең жүре алмай қалам, ұзақ отырсам тұру қиын. Бұл жай шаршау емес, бұл буын тіндерінің тозуының айқын белгісі. Жас кезде буындардың арасында синовиал сұйықтық деп аталатын майлаушы сұйық жеткілікті мөлшерде болады. Ол буындардың бір-біріне үйгілмей, жұмсақ қозғалуына көмектеседі. Бірақ жас ұлғайған сайын бұл сұйық азаяды, ал шеміршек жұқарып, құрғай бастайды. Соның салдарынан ауырсыну, сықырлау, қабыну пайда болады. Міне, осы жерде сүйек сорпасының нағыз күші көрінеді. Сүйек сорпасының құрамында өте көп мөлшерде желатин бар. Желатин бұл шын мәнінде шеміршек пен буын тіндерінің негізгі құрылыс материалы. Ол ағзаға түскен кезде тікелей буындарға бағытталып, шеміршек қабатын қалпына келтіруге көмектеседі. Тағы бір аса маңызды зат — глюкозамин мен хондроитин. Көп адамдар бұл заттарды дәріханадан қымбат капсула түрінде сатып алады. Ал шын мәнінде олар табиғи түрде дәл осы сүйек сорпасында бар. Ең бастысы, табиғи күйінде болғандықтан олар ағзаға жеңіл сіңеді және жанама әсер бермейді. Сүйек сорпасын тұрақты ішкен қарт адамдар мынадай өзгерістерді байқай бастайды.
Тізе мен жамбас буындарындағы ауырсыну біртіндеп азаяды. Ұзақ жүргенде немесе баспалдақтан көтерілгенде бұрынғыдай қиналмайды. Таңертеңгі сіресу қысқарады, қозғалыс еркіндігі артады. Тағы бір маңызды жайт. Сүйек сорпасы қабынуды іштен басады. Көп буын ауруларының түпкі себебі созылмалы қабыну. Таблетка ішсеңіз, ол уақытша басуы мүмкін, бірақ себебін жоймайды. Ал сүйек сорпасы ағзаны іштен қоректендіріп, қабынуға қарсы табиғи орта қалыптастырады. Сорпадағы амин қышқылдар, әсіресе глицин мен пролин, буындардың өзін-өзі қалпына келтіру процесін жандандырады. Бұл заттарсыз шеміршек қайта түзіле алмайды. Жас ұлғайған сайын ағза оларды аз өндіреді. Сондықтан сырттан табиғи жолмен алу аса маңызды. 60 жастан асқан адамдар үшін қозғалыс өмір сапасының басты көрсеткіші. Адам өздігінен жүре алса, өзі отырып тұра алса, оның психологиялық жағдайы да жақсы болады. Сүйек сорпасы дәл осы тәуелсіздікті ұзақ сақтауға көмектеседі. Тағы бір ескеретін нәрсе, сүйек сорпасы буынға ауыр салмақ түсірмейді. Керісінше, ол ас қорытуға жеңіл, ағзаны шаршатпайды. Сондықтан асқазаны әлсіз, дәріге сезімтал қарт адамдарға да өте қолайлы. Қорыта айтқанда, сүйек сорпасы буындарға арналған табиғи майлау, қорек және қалпына келтіруші құрал. Оны тұрақты түрде аптасына бірнеше рет ішкен адамда буын ауруларының үдеуі баяулайды, ал кей жағдайда ауырсыну айтарлықтай азаяды. Үшінші пайдасы. Асқазан мен ішекті қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңуін жақсартады. 60 жастан асқан кезде көп адам бір нәрсені байқайды. Бұрын ауыртпай жеген тағамдар енді асқазанды кеуіп, ішті кебірсітіп, қыжыл мен ауырлық тудыра бастайды. Кейбіреулерде іш қату жиілейді. Ал енді біреулерінде керісінше іш өту пайда болады. Бұл ас қорыту жүйесінің шырышты қабаты әлсіреп, ішек қызметінің бұзылғанының белгісі. Жас кезде асқазан мен ішектің ішкі қабырғасы тығыз әрі серпінді болады. Ол тағамды жақсы қорытып, пайдалы заттарды толық сіміруге мүмкіндік береді. Бірақ жылдар өте келе бұл қорғаныш қабат жұқарып, микро жаралар пайда болады. Соның салдарынан адам не жесе де ағза оны толық қабылдай алмайды. Қанша дұрыс тамақтанса да пайдасы азаяды. Сүйек сорпасының ең үлкен, бірақ көп айтылмайтын пайдасы ішекті іштен емдеуі. Сүйек сорпасының құрамындағы желатин мен коллаген асқазан мен ішектің шырышты қабатын қаптап, оны біртіндеп қалпына келтіреді. Бұл әсіресе гастриті бар, асқазаны сезімтал, дәрі ішкенде бірден ауырсып кететін қарт адамдар үшін өте маңызды. Сорпада болатын глицин деген амин қышқыл ішектегі микрожаралардың жазылуына көмектеседі. Ал бұл жаралар жазылмайынша кальций, кемір, дәрумендер дұрыс сіңбейді. Яғни адам әлсіз, шаршаңқы болып жүре береді. Себебі ағза тамақтан пайда ала алмайды. Тағы бір маңызды мәселе, 60 жастан асқандарда жиі кездесетін іш қату. Бұл ішек бұлшықеттерінің әлсіреуінен және ішектің құрғауынан болады. Сүйек сорпасы ішекті табиғи түрде ылғалдандырып, оның қозғалысын жұмсартады. Ол дәрі сияқты іш жүргізбейді, бірақ ішектің табиғи жұмысын қалпына келтіреді. Сүйек сорпасын тұрақты ішкен адамдарда іштің кебуі азаяды. Тамақтан кейінгі ауырлық сезімі жоғалады. Іш қату біртіндеп жеңілдейді, тәбет жақсарады. Ең маңыздысы, сүйек сорпасы асқазан қышқылының дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Қарт адамдарда қышқыл аз бөлінген кезде тағам толық қорытылмайды. Соның салдарынан шіру, газ жиналу пайда болады. Сорпа асқазанды оятатындай әсер береді, бірақ тітіркендірмейді. Тағы бір терең әсері, сүйек сорпасы пайдалы ішек бактерияларының көбеюіне жағдай жасайды. Ал ішек микрофлорасы дұрыс болмаса, иммунитет те әлсірейді, көңіл-күй де түседі. Қазіргі медицина ішекті екінші ми деп бекер атамайды. 60 жастан асқан адам үшін ас қорыту бүкіл денсаулықтың негізі. Егер ішек дұрыс жұмыс істемесе, сүйекке де, буынға да, жүрекке де қорек жетпейді. Сүйек сорпасы осы тізбектің ең басынан, асқазан мен ішектен бастап, ағзаны ретке келтіреді. Қарапайым сөзбен айтқанда, сүйек сорпасы іштен емдейтін, тымыш, жұмсақ, бірақ өте терең әсер ететін тағам. Ол дәрі емес, бірақ көптеген дәрінің жұмысын жеңілдететін табиғи тірек. Төртінші пайдасы. Иммунитетті күшейтіп, жиі ауырып қалудан қорғайды. 60 жастан асқан шақта иммунитеттің әлсіреуі табиғи құбылыс. Бұрын жеңіл ғана өтетін суық тию, енді ұзаққа созылады. Жазылуы қиын болады. Кей адамдар жылына бірнеше рет тұмаумен ауырады.
Ал кейбірінде бронх, өкпе, тамақ аурулары қайта-қайта қайталанады. Бұл ағзаның қорғаныс жүйесі әлсірегенінің белгісі. Иммунитет дегеніміз тек витамин ішумен ғана күшейетін нәрсе емес. Ол сүйек кемігіне, ішекке, қам айналымына, тіпті жүйке жүйесіне тікелей байланысты. Ал сүйек сорпасының ерекшелігі осы жүйелердің барлығына бірдей әсер етуінде. Сүйек сорпасының құрамында амин қышқылдардың өте бай кешені бар. Соның ішінде ең маңыздысы глицин мен аргинин. Бұл заттар ағзада иммундық жасушалардың түзілуіне тікелей қатысады. Жас ұлғайған сайын ағза оларды жеткілікті мөлшерде өндіре алмайды. Сондықтан сырттан табиғи түрде алу өте маңызды. Тағы бір маңызды тұсы: сүйек сорпасы сүйек кемігінің жұмысын қолдайды. Ал сүйек кемігі иммундық жасушалар пайда болатын негізгі орталық. Егер сүйек кемігі әлсіз болса, ағза инфекцияға қарсы тұра алмайды. Ұзақ қайнатылған сүйек сорпасы кеміктегі пайдалы заттарды толық шығарып, қан арқылы бүкіл ағзаға таратады. 60 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін тағы бір мәселе — ұзақ жазылмайтын әлсіздік. Адам ауырмаса да, үнемі шаршаңқы, бойында күш жоқ сияқты жүреді. Бұл да иммунитеттің төмендегенін көрсетеді. Сүйек сорпасы ағзаны біртіндеп іштен қуаттандырады. Жасушалардың қалпына келуін жеделдетеді. Сорпада болатын табиғи минералдар мырыш, магний, фосфор иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуі үшін өте қажет. Әсіресе мырыш жетіспесе, ағза вирус пен бактерияны танымай қалады. Ал сүйек сорпасында бұл элементтер табиғи, сіңімді күйде болады. Тағы бір маңызды әсері — сүйек сорпасы созылмалы қабынуды азайтады. Көп адамдарда жасырым қабыну болады. Буында, ішекте, тамырда. Ол иммунитетті әлсіретіп, ағзаны үнемі шаршатып тұрады. Сүйек сорпасы бұл қабынуды біртіндеп басып, иммундық жүйені артық жүктемеден босатады. Сүйек сорпасын тұрақты ішкен 60 жастан асқан адамдар мынадай өзгерістерді жиі байқайды. Суық тию сирейді. Ауырса да тезірек жазылады. Жалпы әлсіздік азаяды. Таңертең тұру жеңілдейді. Ең бастысы, сүйек сорпасы иммунитетті күшпен емес, табиғи жолмен көтереді. Ол ағзаны зорламайды. Керісінше, ішкі қорғаныс механизмдерін оятады. Сондықтан оны ұзақ уақыт бойы ішсе де зиян келмейді. Қарапайым тілмен айтқанда, сүйек сорпасы 60 жастан асқан адам үшін табиғи қалқан. Ол ағзаны іштен күшейтіп, сыртқы ауруларға қарсы тұру қабілетін арттырады. 5-ші пайдасы: жүрек пен қан тамырларын қорғап, қан айналымын жақсартады. 60 жастан асқан кезде ең көп қауіптенетін жүйелердің бірі жүрек пен қан тамырлары. Бұл жаста көп адамдарда қан қысымы жоғарылайды, тамырлар қатаяды, қан қоюлана бастайды. Кейбірінде жүрек соғысы жиілейді, ал кейбірінде керісінше әлсіз соғады. Мұның бәрі жылдар бойы тамырлардың серпімділігін жоғалтуының нәтижесі. Жас кезде қан тамырлары жұмсақ, созылмалы болады. Олар қан қысымының өзгерісіне тез бейімделеді. Ал жас ұлғайған сайын тамыр қабырғалары қатаюға бейім болады. Ішінде ұсақ жарықтар пайда болады. Дәл осы жарықтарда холестерин жиналып, бітелу қаупі артады. Сүйек сорпасының бұл жерде атқаратын рөлі өте терең. Сүйек сорпасында көп мөлшерде болатын коллаген мен эластин қан тамырларының қабырғасын іштен қоректендіреді. Бұл заттар тамырларға қайтадан серпімділік беруге көмектеседі. Тамыр серпімді болса, қан қысымы тұрақты болады, жүрекке түсетін салмақ азаяды. Тағы бір аса маңызды амин қышқыл — глицин. Ол жүйке жүйесін тыныштандырып қана қоймай, қан қысымын табиғи түрде төмендетуге көмектеседі. Көп қарт адамдарда қысымның көтерілуі жүйкенің тез қозуымен байланысты. Сүйек сорпасы осы жүйке тамыр байланысын жұмсартады. Сүйек сорпасының тағы бір пайдалы қасиеті — қанның қоюлануын азайтуы. Қою қан жүрекке ауыр жүк түсіреді, тромб пайда болу қаупін арттырады. Сорпадағы минералдар мен амин қышқылдар қанның ағысын жеңілдетіп, айналымды жақсартады. 60 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін тағы бір мәселе — қол мен аяқтың тоңуы. Бұл ұсақ тамырлар арқылы қанның дұрыс өтпеуінен болады. Сүйек сорпасын тұрақты ішкенде біртіндеп аяқ-қолдағы жылу жақсарады, үю, шаншу сезімі азаяды. Тағы бір терең әсері — сүйек сорпасы жүрек бұлшықетінің қоректенуін жақсартады. Жүрек те бұлшықет, ал бұлшықетке амин қышқылдар қажет. Сорпа жүрекке артық күш салмай, оны табиғи түрде қолдайды. 60 жастан асқан адамдар сүйек сорпасын үнемі ішкенде мынадай өзгерістерді байқай бастайды. Қан қысымы біртіндеп тұрақталады, бас айналу сирейді, жүрек соғысы тынышталады, аяқ-қолдың үюі азаяды. Ең бастысы, сүйек сорпасы жүрек пен тамырды таблетка сияқты мәжбүрлеп жұмыс істетпейді.
Ол ағзаның өз реттеу механизмдерін қалпына келтіреді. Сондықтан әсері баяу сезілгенімен, нәтижесі терең әрі ұзақ болады. Қарапайым тілмен айтқанда, сүйек сорпасы жүрек пен қан тамырларына арналған табиғи тірек. Ол өмірдің осы кезеңінде ең маңызды жүйелердің бірін қорғап, ұзақ уақыт белсенді өмір сүруге көмектеседі. 6-шы пайдасы. Жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны түзетеді. 60 жастан асқан адамдардың көпшілігі бір мәселені ашық айтады. Ұйқым бұзылды. Түнде жиі оянам. Ұйықтасам да демалып тұрмағандай болам. Бұл тек жастың әсері ғана емес. Бұл жүйке жүйесінің қажығанның белгісі. Жас ұлғайған сайын, жүйке жасушалары сыртқы әсерге сезімтал болып кетеді. Кішкентай уайымның өзі миды шаршатады. Жүрек соғысын жиілетеді, қан қысымын көтереді. Кешке қарай ой тынышталмайды. Адам өткенді ойлап, болашаққа алаңдап жатады. Мұның бәрі ұйқының сапасын бұзады. Сүйек сорпасының бұл жердегі әсері өте терең әрі нәзік. Сүйек сорпасының құрамында көп мөлшерде болатын глицин атты амин қышқыл жүйке жүйесіне ерекше әсер етеді. Глицин миды тыныштандыратын, жүйкені босаңсытатын табиғи зат. Ол дәрідегі ұйықтатқыш сияқты күшпен емес, миға тыныштық белгісін беріп әсер етеді. Глицин мидағы артық қозуды басып, адамды біртіндеп сабырға келтіреді. Сондықтан сүйек сорпасын кешке қарай ішкен адамдарда ойдың артық ағымы баяулайды, мазасыздық азаяды, ұйықтап кету жеңілдейді. Тағы бір маңызды жайт. Сүйек сорпасы стресс гормондарының бөлінуін азайтады. 60 жастан асқан кезде ағза стресс гормондарын ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде ұстап тұруы мүмкін. Бұл жүрекке де, қан қысымына да, ұйқыға да кері әсер етеді. Сүйек сорпасы осы гормондық тепе-теңдікті біртіндеп реттейді. Сорпада болатын магний де жүйке жүйесі үшін өте маңызды. Магний жетіспесе, адам тез ашуланады, түнде аяқ тартылады, жүрек дүрсілдейді. Сүйек сорпасы магнийді табиғи түрде жеткізіп, жүйкенің босаңсуына жағдай жасайды. 60 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін тағы бір мәселе – түнде бірнеше рет оянып кету. Бұл көбінесе жүйке жүйесінің толық тынықпағанынан болады. Сүйек сорпасын тұрақты ішкенде ұйқы тереңірек әрі үздіксіз бола бастайды. Тағы бір керен әсері – сүйек сорпасы миға оттегінің жеткізілуін жақсартады. Қан айналым жақсарған сайын, ми жасушалары жақсы қоректенеді, бас ауырсынуы мен бас айналу сирейді. Бұл да ұйқының сапасына тікелей әсер етеді. Сүйек сорпасын тұрақты ішкен 60 жастан асқан адамдар мынадай өзгерістерді жиі байқайды. Кешкі мазасыздық азаяды, ұйқыға кету уақыты қысқарады, түнгі оянулар сирейді, таңертең сергек оянады. Ең бастысы, сүйек сорпасы ұйқыны дәрі арқылы емес, жүйкені табиғи жолмен тыныштандыру арқылы реттейді. Сондықтан оған тәуелділік болмайды және ұзақ уақыт қолдануға қауіпсіз. Қарапайым сөзбен айтқанда, сүйек сорпасы 60 жастан асқан адам үшін жүйкені демалдыратын, жанды тыныштандыратын табиғи тағам. Ол ұйқыны түзеп қана қоймай, жалпы өмір сапасын арттырады. 7-ші пайдасы. Теріні, шашты және тырнақты жасартуға көмектеседі. Көп адамдар 60 жастан асқанда сыртқы өзгерістерді жастың белгісі деп қабылдайды. Терінің құрғауы, әжімнің көбеюі, шаштың сиреуі, тырнақтың сынғыш болуы бәрі табиғи сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде бұл өзгерістердің негізгі себебі ағзада коллаген мен қоректік заттардың жетіспеуі. Жас кезде ағза коллагенді өзі жеткілікті мөлшерде өндіреді. Ал жас ұлғайған сайын бұл процесс күрт баяулайды. Коллаген азайған кезде тері жұғарып, серпімділігін жоғалтады. Әжімдер тереңдейді, шаштың түбі әлсіреп, түсуі жиілейді, ал тырнақтар жұғарып, қабаттанып сына бастайды. Сүйек сорпасының бұл жерде әсері ерекше. Сүйек сорпасы табиғи коллагеннің ең бай көзі. Ең бастысы, бұл коллаген дайын күйінде емес, ағзаға оңай ыдырайтын амин қышқылдар түрінде түседі. Сондықтан ол терге, шашқа, тырнаққа тікелей жетіп, іштен қоректендіреді. Сорпада болатын пролин мен глицин тері жасушаларының жаңаруын жандандырады. Бұл заттарсыз тері өзін-өзі қалпына келтіре алмайды. Сүйек сорпасын тұрақты ішкен адамдарда тері біртіндеп жұмсарады, құрғақтық азаяды, реңі жақсарады, әжімдердің тереңдеуі баяулайды. 60 жастан асқан адамдар үшін бұл тек сұлулық емес, бұл тері саулығы. Құрғақ, жұқа тері кез жарақат алады, көгеріп кетеді, жарасы ұзақ жазылады. Сүйек сорпасы теріні іштен нығайтып, осындай қауіптерді азайтады. Шашқа келсек, сүйек сорпасы шаш түбін қоректендіретін минералдарға бай.
Әсіресе мырыш пен күкіртке ұқсас қосылыстар шаштың түсуін баяулатып, оның сыңғыштығын азайтады. Әрине, жаңа шаш қаптап кетеді деп айту артық болар, бірақ бар шаштың сапасы мен беріктігі айтарлықтай жақсарады. Тырнақта ағзаның ішкі жағдайының айнасы. Тырнақ тез сынса, ағзада ақуыз бен минерал жетіспейді деген сөз. Сүйек сорпасы бұл жетіспеушілікті табиғи жолмен толықтырады. Нәтижесінде тырнақ қатаяды, қабаттануы азаяды. Тағы бір маңызды жайт. Сүйек сорпасы тері астындағы қан айналымды жақсартады. Қан жақсы жүрген жерде қорек те жақсы жетеді. Бұл бет әлпетке де әсер етеді. Адам шаршаңқы емес, тірі көріне бастайды. 60 жастан асқан адамдар сүйек сорпасын тұрақты ішкенде мынадай өзгерістерді жиі байқайды. Тері бұрынғыдай тартылып тұрмайды. Бет әлпет шаршаңқы көрінбейді. Шаштың түсуі баяулайды. Тырнақ нығаяды. Ең бастысы, сүйек сорпасы сыртқы келбетті креммен емес, іштен жақсартады. Бұл әсер баяу келеді, бірақ нәтижесі тұрақты және табиғи болады. Қарапайым сөзбен айтқанда, сүйек сорпасы 60 жастан асқан адам үшін ішкі жасартушы тағам. Ол адамды жас қылып көрсетем деп уәде бермейді, бірақ дененің табиғи қартаюын баяулатып, саулықты сақтауға көмектеседі. 8-ші пайдасы. Бұлшық етті әлсіретпей, күш-қуатты сақтауға көмектеседі. 60 жастан асқан кезде көп адам бір нәрсені байқайды. Бұрын жеңіл істелетін шаруалар енді тез шаршатады. Ұзақ тұрып жұмыс істеу қиын, баспалдақпен көтерілу деміктіреді. Қолдағы күш азайғандай сезіледі. Бұл жай ғана қарттық емес, бұл бұлшық ет массасының біртіндеп азаюы, яғни ағзаның әлсіреу процесі. Жас ұлғайған сайын ағза бұлшық етті ұстап тұру үшін қажетті ақуызды бұрынғыдай тиімді пайдалана алмайды. Тамақ бар, бірақ пайдасы толық сіңбейді. Соның салдарынан бұлшық ет жоғарып, әлсіз бола бастайды. Бұл құлау қаупін арттырады. Ал құлау 60 жастан асқан адам үшін өте қауіпті. Сүйек сорпасының бұл жерде рөлі ерекше. Сүйек сорпасында жемін сіңетін табиғи ақуыздар мен амин қышқылдар өте көп. Ең бастысы, олар асқазанды ауырлатпайды. Қарт адамдарда ет жеу қиын, асқазан көтермейді. Ал сүйек сорпасы сол еттің барлық пайдалы жағын береді, бірақ ас қорытуға әлдеқайда жеңіл. Сорпада болатын амин қышқылдар бұлшық ет жасушаларын қоректендіріп, олардың ыдырауын баяулатады. Әсіресе глицин мен пролин бұлшық еттің қалпына келуіне көмектеседі. Бұл заттарсыз бұлшық ет өз құрылымын сақтай алмайды. 60 жастан асқан адамдар сүйек сорпасын тұрақты ішкенде мынадай өзгерістерді байқай бастайды. Ұзақ жүргенде шаршау азаяды. Аяқ-қолдағы әлсіздік бәсеңдейді. Тұру-отыру жеңілдейді. Жалпы күш-қуат артады. Тағы бір маңызды жайт. Сүйек сорпасы қимылға ынта береді. Адам өзін әлсіз сезінбеген кезде көбірек қозғалады. Ал қозғалыс бұлшық етті сақтаудың ең табиғи жолы. Осылайша сүйек сорпасы жанама түрде де бұлшық еттің әлсіреуін тоқтатуға көмектеседі. Сорпада болатын минералдар калий мен магний бұлшық еттің тартылып қалуын, түнгі аяқ тырысуын азайтады. Көп қарт адамдар түнде аяқтары тартыла беретінін айтады. Бұл көбінесе осы минералдардың жетіспеуінен болады. Тағы бір терең әсері, сүйек сорпасы қалпына келу процесін жылдамдатады. Егер адам бір күн шаршап қалса, немесе аздап ауыр жұмыс істесе, келесі күні тезірек өзіне келеді. Бұл 60 жастан асқан шақта өте маңызды. Қарапайым тілмен айтқанда, сүйек сорпасы бұлшық етке арналған табиғи тірек. Ол адамды бодибилдер қылмайды, бірақ күнделікті өмірге қажетті күшті сақтап, өздігінен қозғалу қабілетін ұзақ уақыт ұстап тұруға көмектеседі.